Биыл Нұр Отан партиясы елімізде алғаш рет өтіп жатқан жаңа форматтағы праймеризді жариялағаны бәрімізге мәлім. Аталмыш науқан елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қаулысымен ағымдағы жылдың 17 тамызы мен 3 қазан аралығында жүзеге асырылады. Бұл өтіп жатқан партияның ішкі іріктеуі халыққа қандай пайдасын тигізеді, оның маңыздылығы қандай? Бұл сұрақтарға тілшіміз Хуснидин Хасанұлы жауап алып қайтты. Праймериз Америка Құрама Штаттары саясаткерлерінен бастау алған партия белсенділерінің ашық таңдау тәсілі. Бұл жоба ақш-та, одан соң Еуропаның бірқатар елдерінде қолға алынған. Мұның негізгі мақсаты партия ішілік сайлауда өндіріп іс жасайтын, ел алдына шығар көшбасшыны таңдау. Осыған орай біз журналистік зерттеу жүргізіп көрдік. Бұл праймериздің еліміз үшін маңыздылығы қандай, және ол халыққа қандай пайдасын береді деген сұрақтарға Сарыағаш қоғамдық саяси газетінің бас редакторы Мұрат Бекей жауап берді. Праймериз деген ұғым бізге жат емес. Праймериз деген сөз бұрынғы сайлауларда да болған. Бірақ биылғы праймериздің сипаты басқаша болды. Бұған біздің өзіміздің ауданнан ғана 100-ден астам үміткерлер тіркелгеннен хабарымыз бар. Енді мақсаттың өзі, Нұр Отан партиясының алға қойған мақсатының өзі мынау сайлауға елдің ішіндегі ең лайықты біздің тәуелсіздігіміздің мақсат мұраттарына қызмет ететін, осы елдің дамуына, өркендеуіне, еңбегін сіңіруге қабілеті жететін жан-жақты азаматтарды таңдаса, мынау біздің мәңгілік ел болу мұраттарын орындалу бағытындағы біздің істеріміз жеңіл көшеді. Ол елге белгілі. Біз бұрынғы өткен сайлаулардың да көп куәсі болғанбыз. Ол сайлауларда да азаматтар өздерінің жақсы бір жоспарларыменен, бағдарламаларыменен түсетін. Елдің алдында өделерін беретін. Бірақ ол берілген өделер, сол сайлау алдындағы көрсеткен белсенділік, соң бір жоғалып кетіп, елдің кейде өз депутаттарын таба алмай қалып, іздеп жүретіні, елдің алдында есеп бермейтіні, бұның бәрі болған. Осы алдағы келе жатқан сайлаулардан менің үмітім өте үлкен. Партияның праймериз өткізудегі басты мақсаты қатарын адуыны мықты жас мамандарға және ел қалаулыларымен толықтыру. Нұр Отан партиясы еліміздің ең әлеуетті саны жағынан басым, ресурстық базасы тұрғысынан да ауқымды ұйым. Атқарушы биліктегі азаматтардың да басым бөлігі осы партияға мүше. Еліміздің бар азаматына, соның ішінде әсіресе жастарға беріліп отырған әлеуметтік лифт тапсырмас мүмкіндік. Жалпы бәрімізге белгілі, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың яғни Нұр Отан партиясының ішіндегі сайлау өтіп жатыр. Ол яғни праймериз, бұл әлемдік тәжірибеден өткен елімізде бірінші рет болғалы отыр. Бұл жайда енді жастарға, жалпы ауданның талантты адамдарына жалпы берілетін пайдасы, бұл жерде жастарды қолдау бойынша ол сайлаудың мүшелерінің ішіндегі 20% жастар болу керек. Оның ішінде және де 30% әйелзат болу керек. Сол себептен бәрінің мүмкіндігі көп берілетін. Жалпы қатысушы азаматтарға жалпы барлығына пайдасы беретін үлкен мүмкіндік, өздерін көрсете алатын жалпы талантты адамдардың жалпы көтеруге мүмкіндігі бар. Жалпы енді мемлекеттің қызметкерлері емес, жалпы халық арасында сайланып жатқаннан кейін, жалпы халықпенен мемлекет арасындағы алтын көпірді жалғаушы азаматтар болғаннан үлкен мүмкіндік болады жалпы бәріне. Осылайша түйген ойымыз, бұл ішкі іріктеудің ел үшін орасан зор пайдасын берері анық. Себебі халықтың ішінен шыққан үміткерлер ел ішінде жүріп, өздерінің жергілікті мекен-жай тұрғындарының мұң-мұқтажын тыңдап, оларға жанашыр бола алатын азаматтар. Хуснидин Хасанұлы, Айдос Дәулет, Дінислам Тәліпбай, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.